Сәдев Серхаттың телефоны офиста қалып кеткенін көреді. Серхат тағы да үйге келмегендіктен Зейнеп уайымдап Серхатты іздеп қонақ үйге келеді. Зейнеп Сәдевтен Серхат қайда деп сұрайды. Сәдев айтпаймын, ал не істейсің? Бүкіл қонақ үйдің нөмірлерін аралап іздейсің бе дейді. Бирак ешқашан бұлай істемейтін. Екеуі отбасылы кезінде Серхат үнемі үйінде түнейтін, бұлай кешіккен емес дейді. Зейнеп ашуланып, мені Биракпен салыстырма дейді. Сәдев Зейнепке, не істейсің? Әйтпесе мені ұрасың ба дейді. Сол сәтте Серхат келіп қалып, мұнда не болып жатыр дейді. Зейнеп Серхатқа ашулы дауыспен, қайда жүрсің дейді. Сәдев Серхатқа телефонын беріп, бөлмеңде ұмытып кетіпсің дейді. Серхат Зейнепке, бізді жалғыз қалдырыңдар, барлығын шығып кетіңдер дейді. Зейнепке, мені іздедің бе дейді. Зейнеп, иә. Себебі қыздар үнемі сені сұрайды. Мен ештеңе айта алмаймын, себебі сенің қайда екеніңді білмеймін дейді. Қоңырау шалсам, телефоныңа басқа біреу жауап береді. Бұл не тағы дейді. Серхат телефонын қонақ үйде қалдырып кеткенін айтады. Зейнеп, онда неге ескертпедің? Біреудің телефонынан хабарласа алмадың ба дейді. Жетер Серхат, сен қайда болдың деп Зейнеп ашуланып сұрайды. Серхат Зейнепке, сен менен есеп сұрап тұрсың ба дейді. Зейнеп, иә сұраймын. Себебі біз бір-бірімізге уәде бергенбіз. Неке кезінде бір-біріміздің намысын қорламаймыз деп келіскенбіз дейді. Серхат Зейнепке, сен бұл некені шынайы некеге айналдырып жіберген сияқтысың дейді. Серхаттың сөзі Зейнепке қатты ауыр тиеді. Зейнеп не айтарын білмей, теріс бұрылып кетеді. Серхаттың бұл сөзі Зейнептің жүрегіне пышақ сұққандай болды. Серхатқа ренжіген күйі Зейнеп жолда жалғыз өзі үйге қайтып бара жатады. Артынан Серхат көлікпен келіп, Зейнеп, отыршы, сөйлесейік дейді. Зейнеп, менде сенімен сөйлесетін ештеңе жоқ. Серхат жетер деп Зейнептің қолынан ұстап көлікке күштеп отырғызбақшы болады. Серхат Зейнепке, мен сенің намысыңды таптаған жоқпын ғой дейді. Зейнеп, бірақ сен менің жүрегімді сындырдың дейді. Серхат Зейнепке, мен сені қорғауға тырысып жүрмін дейді. Зейнеп, мені қорғаудың қажеті жоқ дейді. Сен мені қанша қорғауға тырыссаң, соншалықты менің жүрегімді жаралайсың дейді. Серхат Зейнепке, көлікке отырасың ба, жоқ әлде мен сенің артынан таңға дейін жүрейін бе дейді. Серхат Зейнепті ақыры көлікке отырғызуға көндіреді. Таңертеңгісін Зейнеп те Серхат та кешегі жағдайдан кейін дұрыс ұйықтай алмағандықтарын айтады. Серхат Зейнепке, түнде мен сені оятып сөйлескім келді дейді. Зейнеп, оятпағаның жақсы болыпты. Себебі сен қайтадан сол сөздерді айтатын едің дейді. Серхат Зейнепке астарлап, кейбір жағдайларды адам өзі жалғыз жасағысы келеді дейді. Зейнеп, бірақ сен жалғыз емессің. Сенің қайда барып жүргеніңді білмеймін. Түнде келесің, таңертең кетесің. Серхат, сен өзгердің. Мен сенген Серхат емессің дейді. Қазіргі істеп жүргенің маған мүлде ұнамайды дейді Зейнеп Серхатқа. Түлай мен Еркан Бирактың үйіне келгенде анасы шығып, Бирак жоғалып кетті дейді. Полицияға хабар беремін деп кетеді. Түлай, Бирак ханымның анасынан жылдар бойы ешқандай хабар болмаған еді. Ал енді пайда бола салысымен Бирак ханым жоғалып кетті дейді. Түлай Эбруға хабарласып, Бирак ханым жоғалып кетті, сен оны білмейсің бе дейді. Эбру, маған Бирактың не қатысы бар? Егер жоғалып кетсе, мен тек қуанамын деп телефонды өшіре салады. Джихан Эбруға хабарласып, жаным, отаға дайынсың ба дейді. Эбру, білмеймін, қатты қорқып тұрмын дейді. Джихан, қарапайым пластикалық операция ғой дейді. Эбру Джиханға, білмеймін, қатты қорқып тұрмын, сен мені жалғыз қалдырмайсың ба? Қасыма келші дейді. Джихан, әрине қасыңда боламын, мен сені қалай тастап кетемін? Сол жерде кездесерміз дейді.